Все, балықты жеп алдық. Осы аз ғана қалды. Бізде қараңыздар, еще собой салып алдым. Ой, кісілер жемейді екен, ертесіне жей алмай қаламыз, қалан деп тұрады деп. Өзіміз салып алдық. Қай жаққа көшейін деп жатсыңдар? Екеуі Өзбекстанға кетейін деп жатыр ағайын. Ақша жемейді екен шығар. Қазақстанда қалдың ба? Налог көп десеш. Оның паспортына Қарақалпақстан деп жазамыз да. Мәнекеге Өзбекстан. Все, болды, давайте. Және қайырдансың? Болды, осы екеуін тыңдасақ тыңдап отыра бересің. Все, рахмет, мегафиш адусы қойып алдық. Мына жақта еще тағы салып жатырмын. Күшті, классно. Аңсарға фри как раз. Короче, аңсар не ойнайтын залы бар. Жаңа қатты жыла кеткен. Короче, далада кішкене салқын екен. Біз мән бермей қалдықшы. Бала жаурап кетті деймін, соң папасы ішке кіріп кетті, ойнап жатыр ғой. Күшті мына ойнайтын залы бар. Еще адам деген толып отырады, қарасаңыздар. Орын болмайды ғой, алдын ала жазылмасаңыздар. Ар жақта еще намазханасы бар. Біз летникте отырдық, деген салқын екен, оказывается. Резко ыстықтан кейін салқын келдік та, өзіміз бір түрлі болып қалдық тұрған. Екеуінекті. Жан жүр, қайтамыз жүріндер. Все болды. Достайғымыз қайтамыз. Ей! Сүре өрейін ба сені? Сен жоқ па? Мұна кісінің үйіне кеп қалдық. Қал жағдайын білуге. Жатысты қара. Мұна кісі бар. Мұна кісі бар. Ей! Мұна мысық мен последний келгенде мұнандай ғана еді. Өсіп кетті. Мен шай ішейін деп атық. Достар, тағы да қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Дайректі оқып жатырмын. Поддержкаларыңызға үлкен рахмет. Мен кеше үйге барсам, көзім мына жері мынандай болып кетті. Қып-қызыл болып, бір точка болып. Неге екенін таппай жатырмын, түсінбей жатырмын. Может быть, долго жылағаннан болар деп ойлап қалдым өзім. Бірақ қайтатын түрі жоқ, ойлағам. Дем алсам қайтатын шығар, бірақ қайтпапты. Сол мендегі жаңалықтар. Қайырлы күн, қалайсыздар, ойлағаныңыз қалай? Мен таңертең оянып, қыздар осы біз оянамыз да 2 сағатта, 3 сағаттап дайындаламыз ше. Мен де бүгін 2 сағат дайындалдым, сағат 10-да тұрдым. Сонымен қараңыздар. Такая еду красотка на кастинг. Удачи деп қойыңыздар, өйткені это не первый мой, конечно, кастинг, но все равно уайымдайсың. Өйткені как-никак киномен анау жыл тура осындай уақытта кастингден өтіп мұрагер деген сериалда түскен болатынмын. И тура осындай уақыт маған қайтадан ұсыныс келді. Енді қазір барып өтіп келем. Егер де өтіп кетсем, құдай қаласа жаңа нені күтесіздер, сериалды күтесіздер. Мен қазақ фильмге келдім. Орай күшті болып тұр, прям керемет болып тұр. Я такая красотка и иду. Қалайсыңдар? Нормально ма? Кім бар қалада? Не жаңалық? Кім қайда жүр? Әңгіме айтсаңдар. Бізде қаладамыз деген сияқты ғой. Ау! Түсінбейдім. Налбы ештеңім бар, қалтамда жыртылмаған. Негізі шаршап отырған кезде үстеп отырып, мынаны қараңыздаршы, бізге мынандай чайный церемония, керемет нарезкалармен, қазы, қартап, жал-жая, пиццалармен алып келіп берді. Рахмет. Баня просто супер. Жігіттер кеңіз айтамайын. Банядан үйге келсем, еңліктің хал жағдайын біліп, мынақта достары, енді біздің де достарымыз ғой, енді келіп қапты. Мен айтып жатырмын ғой, айырылысқандар группасы болып келіп жатсыңдар ма деп, мынақта. Әділет брат, қош келдің брат. Неге айырылысқандар группасы деп жатырмын, себебі бұл жерде Әділет, мынақта Әсем сәлемде. Ақерке ярый, бүгін свежие. Солай, общем. Қош келдіңдер. Қош көрдік. Еңліктің достарсыңдар ғой бәріңе, типа. Я сізге қатысымыз. Бойдақтар группасы, сенде. Әдемі.